Мен Ильясова Гүлжан Сатылғанқызы, дәрігер, онкогематолог, еңбек өтілім 25 жыл. 1990 жылы Исатайым Тайманов атындағы орта мектепті 90 жылы аяқтап, сол жылы Атырау медициналық колледжіне фельдшер мамандығы бойынша оқуға түстім. 93 жылы аяқтап, еңбек жолымды фельдшер мамандығы бойынша нөмір 4-ші қалалық емханада Балықшы ауданында бастадым. Бір жылдай жасап, сонан соң 94 жылы Ақтөбе медициналық академиясына педиатрия мамандығы бойынша оқуға түстім. 2000 жылы аяқтап, осы аталған оқу орынды 2000 мен 2001 жылы аралығында бір жыл интернатураны Атырау облыстық балалар ауруханасында өттім. 2001 жылдың тамыз айынан бастап осы Атырау облыстық балалар ауруханасына дәрігер-гематолог болып жұмысқа қабылдандым. 2003-тің тамыз айына дейін жұмыс жасап, содан Алматы қаласына педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығына педиатрия мамандығы бойынша клиникалық ординатураға түстім. 2006 жылы ойдағыдай аяқтап шығып, осы Атырау облыстық балалар ауруханасына келіп, қайтадан жұмысқа орналастым. Және осы мамандығым бойынша Астана, Алматы қалаларында өзім оқу білімімді жетілдірдім. Сондай-ақ Москва, Санкт-Петербург және де шетелде Стамбул қаласында, Анкара қаласында оқуымды әрі қарай жетілдірдім. Қазіргі таңда осы 2016 жылдан бері педиатрия бөлімшесінде бөлімше меңгерушісі қызметін атқарамын. Бөлімшемізде 9 профиль бойынша жұмыс жасаймыз, яғни педиатрия бөлімшесі 38 төсекке арналған. Оның ішінде кардиология, онкология, гематология, аллергология, гастроэнтерология, пульмонология, ревматология, нефрология және эндокринология профильдері бойынша ауруларды қабылдап емдейміз. Бұл аурулар көбінесе бізге жедел түрде және де портал арқылы жоспарлы түрде қабылдаймыз. Соның ішінде енді мына онкогематологиялық ауруларға келетін болсақ, ішінде мысалы жедел лейкозбен түсіретін науқастарды біз дер кезінде анализдерін бәрін анықтап, жағдайын тұрақтандырғаннан кейін Астана қаласына ана мен бала орталығына жедел түрде жібереміз. Бұл жағдайда көбінесе жағдайы ауыр болса, республикалық медавиация бізде бар. Республикалық медавиация арқылы науқас балаларды тасымалдаймыз. Сонымен қатар бізде 2013 жылдан бері гематология профиліне онкологиялық профилі қосылып, онкологиялық, яғни науқастарды да өзіміз осы жақтан біріншілік анықтап, ана мен бала орталығына жіберіп, протоколдық емін аяқтағаннан кейін бізде әрі қарай 18 жасқа дейін бала диспансерлық есепте тұрып бақылау жасаймыз.